Армысыздар, құрметті көрермендер. Эфирде сапалы білім каналы. 498 сынып информатика пәні бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын талдайтын боламыз. Бөлімі практикалық программалау бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмалар. Көп сөзбай екінші бастаймыз. Бірінші тапсырма есеп шығаруды ең алғашқы кезең депті. Кезең. Так, бізде кіріс мәліметтері, яғни айнымалыларды енгізу деген сияқты. Осы болады. Дұрыс жауабы осы болады. Жасына бояп қойын. Так. Екінші бізде нәтижені жету, мәселені қалыптастыру. Екінші мәселені қалыптастыру, нәтижеге жету, сосын шығыс мәліметтері болады. Бізге кіріс мәліметтерін ең алғашқы кезеңі кіріс мәліметтерін енгізу керек. Түсінікті деп ойлаймын. Келесі екінші тапсырма программа кодының нәтижесін табыңыз деді. S тең 0, N тең 0. Давайте бұны мен Pythonда сіздерге жазып, егжей-тегжеймен түсіндіріп берейін. Так, Pythonда жазайық. S тең 0, N тең 0 дейді. S тең 0, N тең 0. Так, while S кіші 51-ден болатын болса, бізде не дейді? S тең S қосу 11, N тең N плюс 1, printке N-ді шығарған ба? Print N-ді шығарған. Не шығады оқушылар бұдан, я? Так, не деп отыр мына жерде? Print N. Так, бізде талдайға қараңыздар. Бізде бастапқы счетчик N-імізді S-імізден 0-ге тең. Ол деген не? Бастапқы мәні 0-ге тең жоқ деген сөз, я? Яғни S-іміз бізде мына жерге 0 тұр. Итерация бұл жерде 5 рет орындалу керек. Цикл қазір көрейік. Қателеспесем, бірінші S-іміз 0 болғанда, яғни мына жерге 0 болады ғой. 0 кіші 51-ден ақиқат, олай болмаса мына екеуі орындалады. S-іміз 0 болған S кіші 51-ден олай болатын болса S қосу 11. Яғни S-іміз 11 болды. S-іміз 11 болды. N-іміз неш болды? N тең N плюс 1. N бастапқыдан 0-ге тең, 0-ге 1-ді қоссақ 1-ге тең. Так, екінші қадамда S бізде S 0-ге так. Екінші итерацияда S-іміз бізде неге артады? Бірінші қадамда S 0 болған кезде N-іміз мына жерде S 0 болғанда екінші қадамда жүріп кетеді ғой жаңа. N-іміз бізге 1-ге тең болды. Дұрыс қой. Екіншінде бізде 0-ге 11-ді қосамыз, яғни S 11 болған кезде мінекей. Келесіде бұл жерде S 0 болмайды, не болады? 11 болады. 11 кіші 51-ден, онда N-іміз және 1-ге артып жатыр. 1 қосу 1, ол 2-ні береді. Екінші қадам кетті. Цикл 2 рет айналды деген сөз. Үшіншінде, яғни 11 S-іміз 11 емес, неш болады? 22 болады. S-іміз 22-де, N-іміз нешке тең болады? 3-ге тең болады. Төртіншінде S-іміз әр қайсында 11-ді қосып кетіп жатыр S-іміз. Әр айналымда N-іміз 1-ге артып жатыр, я? S 33 болған кезде N-іміз нешке артады? Тағы 1-ге артады, 4 болады. Бесінші итерацияда, так, S-іміз бізде 44 болады. N-іміз 5 болады. Осыны аяқталады. Неге десеңіздер, 6-шы орындалмайды, себебі 44-ке 11-ді қоссақ бізде 55 болады S-іміз. 55 мына жерге осы 55-ті мұнда әкелсек, мысалы 0-дің орнына 55 болады ғой. 55 кіші ма 51-ден деп тұр да. 55 на самом деле 51-ден кіші емес, үлкен ғой. Сондықтан while цикл осы жерде тоқтайды. Сонда N-нің соңғы мәні 5-ке тең болады. Қазір программа нәтижесін көрейік. N-нің соңғы мәні 5-ке тең болу керек. Ранға жіберейін. Окей. Мінекей 5. N-нің мәні бізде 5-ке тең деген осыдан келіп шығады оқушылар. Түсінікті деп ойлаймын. Программа кодының нәтижесін табыңыз дейді. Нәтижесі мына жерге қандай 5 деген цифры жақсы қоясыздар. Түсінікті деп ойлаймын.
түсіндіру жолын сұраса жаңағы видеоны көрсеңіздер оңай. Так, үшінші тапсырма оқушылар блок сызба бойынша программа кодын құрыңыз. Блок сызбасы бар, программаны құру керек оңай бұл, даже сіздерге көрсетіп қойған. Басы деген command m деген біздер айнымалы. Пока біз бүтін сандар intпен көрсете берейік. K тең int input жеке-жеке енгізе берейін. Map сіздер өттіңіздер ме білмеймін. Mapты 9 сыныпта есімде жоқ ше. Так, осылай енгізсеңіздер болады. Command m-ді m тең тоже int дегеніміз бүтін сан, input деген енгізу, input енгізу. Так, осылай көрсетесіздер. If деген шарт кетеді. Егер шарт тұр, мына жерде мынау ромбик бізде шарт еді ғой, естеріңізде болса, егер енгізілген k санымыз процент деген не, ол қалдығын бөлген кезде қалдығын тең болса 3-ке, мына жерде қате кетіп қапты, 2 теңдік болу керек негізі. Қалдығы 3-ке тең болса, болатын болса, онда print тек мына жерге двоеточие болады да, print болады мына жерде, print не болады, p-дің мәні, немесе былай жазсақ та болады, print емес, p тең k-ны көбейту дегеніміз 3 дәрежесі деген сөз ғой бұл. Айтпесе else болады мына жерде, немесе деп жатамыз, else двоеточие, мына шарт жоқ болатын болса, мына орындалады. P тең m бөлінген, мен қазір ручка емес, мынау мышканы жазып жатырмын, емен назар аудармаңыздар, почеркіме мән-мағынасын түсінсеңіздер жеткілікті. Так, P тең осындай болады. Print ақырында print не болады? P-дің мәнін шығар деп тұр. Соңы деген жазылмайды, басы деген жазылмайды. Ол блок сызбада ғана көрсетіледі, мына екеуі. Міне осындай 3-ші тапсырма осыны жаза кетесіздер, соны аяқталады. Келесі 4-ші тапсырма өшейік. Import maz SQL-ді айнымасы X программа кодының қызметі. Import maz дегеніміз математика библиотекасының байтында шақырып алудың сөз, ауызша айта салайын. Maz SQL дегеніміз төбірасты дағы мәні. Мысалы, допустим, мысалы X-ның орнына бізде 100 деген сан болатын болса, мына жерде maz, так, симай қалды, сол жаққа алып жазайын. Maz точка SQRT жақсан ішіне 100 болатын болсам, мысалы бұның X-ның орнына бұның жауабы 10 шығады. Неге? Ол деген сөз төбірасты 100-ден 10 деген сан шығады. Міне SQRT maz дегеніміздің атқаратын қызметі осы. Бұлай жасаңыздар болады. Maz SQRT программа кодының қызметі төбірастыдан керек санды шығарып береді десеңіздер болады. Так, 5-ші тапсырма программада кеткен 3 қатені тауып дұрыс жауабын жаз дейді. 3 ошибка бар дейді, соны жаз деп тұр. Сіздер үлкейтен барынша қазір. Так, 5-ші тапсырма. Мына алайық, мына жерде 3 ошибка бар дейді. A тең input int. Так, мына жерде бірінші int сыртта болады. Қалай болады ошибкасы? Дұрыс жол int жақшан ішіне input, одан кейін 2 жақша сыртынан дәу жақша болады. Дәл осындай болады. Int input, мынау b-мыз дұрыс болып тұр, a-мыз бізде қате болып тұр. С тең с-да қате, с-ның орнына тура осын жазамыз. Егер a бөлінген 2 тең 0 болса, бұл жерде тағы бір теңдік қалып кеткен. Тағы бір теңдік бар мына жерде.
так қалмаған ба, так а бөлінген 2 нөлге тең болса, так негізі қалып кеткен, теңдік болу керек. Мына жеріміз дұрыс, әйтпесе мына жерде двоеточие қалып кеткен, қос нүкте. Осы болады, әйтпесе дұрыс. Мына жерде print k депті да, k деген бұл жерде жасыл болып тұр. Неге? Бұл бізде строка болып тұр да, строка дегеніміз әріпті қойды да, как-то. К үтір жақшаның ішінде просто К болу керек. Сол кезде жауап шығады. Әйтпесе мынадан ештеңе жауап шықпайды. К-ның мәні шықпайды да, просто К деген букваны қайтарады. Ол дұрыс емес. Бізде конкретно есеп берілген, есептеп, ақырына А мен Б-ны қосады да, шыққан нәтижесін С-ға бөледі. Жауап не шығады? Қалдығы шығады. Бізде К-ны просто строка қылып К әріпін қайтарып қойған. Ол дұрыс емес. Бізде жауабымен шығу керек конкретно. Нақты жауап шығу үшін К-ның өзін жазасың. Сол кезде есеп толықтай аяқталады. Осылай жазып кетесіздер. 6-шы тапсырма программа тестілеу дегеніміз не? Бұл программа тестілеудің жауабы мынау болады, басқасы келмейді бұл жерде. Бұл программа деректерді теруге анықталған қателіктерді табу мақсатында оны орындау процесін программаны тестілеу деп атаймыз. Міне осындай 6 тапсырмадан құралған 8-ші информатика 490 практикалық программалық бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын сіздермен толық талдадық. Достарыңызға таратыңыздар. Ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сіздермен болған сапалы білім каналы. Аман сау болыңыздар.